Кәсіби қазақ тілі пәнінен келесі практикалық дәрісіміз. Ауа қабаты деп аталады тақырып. Яғни ауа жер шарын тегіс қоршап қабат түзеді. Оның қалыңдығы бірнеше жүз километрге жетеді. Ауа бірнеше қабаттан тұрады. Жерге жақын бөлігінде су буы болады. Одан түрлі бұлттар түзіледі. Ауа мен жердің арасындағы зат алмасуы, жауын шашынның болуы осы төменгі қабатқа байланысты жүреді. Екінші бөлігінде газдар сейриді, бұлттар түзілмейді, өйткені су буы өте аз. Үшінші сыртқы бөлігінде ауа құрамындағы газдар одан әрі кеміп, ауасыз кеңістік басталады. Ауа қабығы күн сәулесін шашатады, сондықтан жер қатты қызып кетпейді. Ауа қабаты жердің қорғанышы. Ол жерді қатты ысып және суынып кетуден сақтайды. Ауа қабаты болмайтын айда күндізгі температура 120 Цельсий градус, түнгі температура -160 градус Цельсийге жетеді. Жердегі ағзалардың ешқайсысы мұндай температурада тіршілік ете алмайды. Бұл ауаның тіршілік үшін пайдасы. Екінші пайдасы ғарыштан келетін аса өткір күйдіргіш сәулелерді жерге жібермей ұстап қалатындығы. Мәтінге сай практикалық сабақтарды орындаймыз. Мәтінді оқыңыз. Ауа қабатының қасиеттері жайлы қосымша ғылыми мәтінмен толықтырып әңгімелеңіз. Мүмкін болған жағдайда ауа қабаты жайлы ғылыми әдебиеттерден және де көпшілік әдебиеттерден, болмаса интернет желісінен қажетті мәліметтерді тауып, бірақ ой пікірлеріңізбен салыстырып дәйектеуге тырысыңыз. Екінші тапсырма топтық жұмыс. Бірінші топ ой қозғау. Аспан денелерінен жерге қарай көптеген темір, тас бөлшектер ұшып жатады. Олар сол күйінде жауса, тіршілік үшін қауіпті болар еді. Бірақ олар жерге түгелімен түсе бермейді. Кейбірінің жерге жетуі де мүмкін. Жұлдыздың ағуы деп аталатын бұл құбылысты түнгі ашық аспаннан жиі көреміз. Мұндай денелер ғылыми негізде қалай аталады? Халық арасында бұл құбылыстың аққан жұлдыз аталуына түсінік беріңіз. Тапсырманы орындап, одан соң біздің пікірімізбен салыстырыңыз. Ғылыми негізде аспан денелерін қалай атайды? Бос орынға сіз өз жауабыңызды жазыңыз. Аққан жұлдыз, аспан денелері қайда келгенде? Үйкелістен қатты жанады, яғни ауа қабатына келгенде. Осы жайында пікіріңізді жазып, кейін өз пікіріңізді тексеріп көріңіз. Келесі, екінші топ. Алдымен бейне жазбамен танысамыз. Бейне жазбаға байланысты комета бақытсыздық белгісі пікіріне қатысты ой білдіріңіз дейді. Бейне жазбаны тыңдаймыз. За горизонтом. Метеориты, астероиды и кометы. В 1908 году с Землей столкнулся космический объект. Ученые, исследуя место столкновения, обнаружили сильные разрушения, причиненные не пришельцами, а осколками, оставшимися с тех времен, когда Солнечная система только зарождалась. Миллиарды таких объектов кружат вокруг Солнца и иногда встречаются с Землей. Внеземное происхождение. Когда мы смотрим в ночное небо и видим падающую звезду, это на самом деле объект не больше песчинки, сгорающей в атмосфере. Такие небольшие объекты называются метеорами. Если же объект преодолевает земную атмосферу, достигает Земли и может быть найден и изучен,
то он называется метеоритом. Падение крупного метеорита – впечатляющее зрелище. Когда мы исследуем образец, который может оказаться метеоритом, мы в первую очередь стараемся удостовериться в наличии никеля в образце. Разумеется, если вам пришлось видеть множество метеоритов, вы и без исследования установите их происхождение. Мы знаем три основных типа метеоритов: каменные, железные и углеродосодержащие. Они могут многое рассказать о рождении Солнечной системы. Каменные метеориты состоят в основном из соединений кремния, силикатов, как песок на Земле. Большинство найденных метеоритов каменные. Железные состоят, конечно же, из железа, а также из никеля и кобальта. Они возникли в самом начале формирования Солнечной системы. Изучая химический состав метеоритов, мы получаем представление об основных элементах, из которых складывалась Солнечная система 4,5 миллиарда лет назад. Очень важно, разумеется, связать найденный метеорит с источником, определить, откуда конкретно он прибыл, с какого именно небесного тела. Обломки небесных тел. Астрономы еще в средние века заметили, что в расстояниях планет от Солнца наблюдается определенная арифметическая прогрессия. Это правило подтвердилось и при открытии планеты Уран. Но одной планеты не хватало. Поэтому ученые серьезно задумались о возможном существовании в прошлом планеты между орбитами Марса и Юпитера. Сейчас нам известно по крайней мере десятки тысяч астероидов. Юпитер не дает этим мелким космическим телам объединиться и стать планетой. Эти обломки много говорят нам о химическом составе, строении и истории Солнечной системы. Но иногда еще более таинственные гости прилетают к нам издалека. Это ледяные посланцы пространств, расположенных дальше пояса астероидов. Знамение судьбы. Кометы — это зло. Они сами приносят несчастье, либо являются предвестниками несчастий. Так люди считают с древних времен. В действительности, большая часть комет совершенно безобидна. Почему же мы связываем кометы с несчастьями? Ответ очень прост. С точки зрения наблюдателей, кометы прилетают ниоткуда и улетают в никуда. Они нарушают правила. Они являются символами хаоса в относительно упорядоченной Вселенной. Когда комета, двигаясь по своей орбите, приближается к Солнцу, она начинает нагреваться. Нагреваясь, лед понемногу испаряется. При этом образуется сначала легкий туманный ореол, который постепенно уплотняется и превращается в оболочку кометы, в своеобразную атмосферу вокруг твердого ядра. Поток заряженных частиц от Солнца, так называемый солнечный ветер, пронизывающий Солнечную систему, сдувает оболочку кометы в направлении, противоположном Солнцу. Двигаясь дальше по орбите, комета удаляется от Солнца, попадает в более холодные области Солнечной системы и остывает. Лед больше не испаряется, и комета превращается в то, чем она и была в начале. В грязный кусок льда неправильной формы. Бейне дәріске сай, сіздер мына төмендегі ақпаратты толтыруларыңызды сұранамыз. Және де соңында өз жазбаңызды тексеруді ұмытпаңыз. Келесі тапсырма. Бұл сергіту тапсырмасы ретінде ұсынамыз, яғни ақпаратты толықтырамыз, бірақ өзіндік қорытындық жасауға тура келеді. Не қымбат сауалы төңірегінде сіз өз ойыңызды дәйектеп, мұндағы бос орындарға қажетті сөздерді қойып шықсаңыз. Халық арасында сусыз тіршілік жоқ, ауадай қажет деген ұғымдар қалыптасқан. Шындығында тірі ағзалар үшін ең қымбаты не? Адам тамақ ішпей қанша уақыт? Сусыз неше уақыт? Тіршілік етсе, ауасыз неше уақыт?
өмір сүре алады екен. Осы жайындағы мұндағы сандық мәліметтерді толықтыруларыңызды сұраймыз. Одан соң өз пікіріңізді тексеруді ұмытпаңыз. Келесі тапсырма. Ақпараттағы логикалық байланысты анықтап, мәтінді қалпына келтіріңіз. Қысқа мәтін 3 бөліктен тұрады. Осы 3 бөлікке тән сөйлемдердің орналасу ретін қою керек. Ауаның төменгі қабатының температурасы, ылғалдылығы, қозғалысы, жауын-шашынның мөлшері ауа райын құрайды. Мүмкін сондықтан, одан соң екінші тұратын шығар. Сондықтан ауыл шаруашылығымен шұғылданатындар ауа райын қатты қадағалап болып тұрады. Немесе жауын-шашын мөлшері дегеннен кейін мүмкін ол екінші мәтінде тұрған шығар. Ауа райы туралы мәліметтер тыңдап, оның жер шарында алуан түрлі екендігіне көз жеткіземіз. Негізгі мәтін осы төңіректе болады. Жер бетінде жылудың таралуында бұлттардың әсері зор. Мүмкін олар күн сәулелерін ұстап қалады. Демек, 3 топқа бөлінген мәтіндегі сөйлемдердегі логикалық байланысты сақтай отырып, бір-біріменен үйлестіруді ұмытпаңыздар. Әрбір мәтінге сай ақпаратты толықтырып болған соң, оның дұрыс я бұрыс екендігіне көз жеткізіп, өз біліміңізді тексеріңіздер. Келесі тапсырма. Ақпаратты ғылыми мәліметтермен толықтырыңыз. Қазақстан Еуразия материгінің орталығында жатыр. Жер бедерінің әр түрлілігі, ауа айналысының ерекшелігі температураға әсерін тигізеді. Солтүстік мұзды мұхиттан келетін суық ауа ықпалындағы өңірлер климаты қоңыржай салқын. Елдің Орта Азия мен Иран жақтан тропиктік жылы ауа есетін солтүстігіне қарай қоңыржай жылы. Республика көлемінде температураның тәуліктік және жылдық ауытқуы едәуір. Ең суық температура қаңтарға, ең жылы температура шілде айына сәйкес келеді. Мәтінді толықтырып, оны ғылыми негізде дәлелдеуді ұсынамыз. Және де сабақ соңында сіз өзіңіздің игерген білім деңгейіңізді айқындау мақсатында мына сауалдардың дұрыс жауабын тауып, оған өз ойыңызды жазыңыз, анықтаңыз, яғни өз біліміңізді бағалауға мүмкіндік беріңіз.